Құрметті көпшілік, сәлеметсіздер ма? Қалайсыздар? Келесі бір тақырыпты, келесі бір қазақтан шыққан Мәтжан деген бидің сөзін сіздерге арнайы келтіргім келіп отыр. Мәтжан Тілеумағанбетұлы 1850 жылдар шамасында Маңғыстау маңында туып өскен қазақтың би шешені деген ақпарат келтіріледі. Жастайынан халықтың тіл байлығы мен жыр қиссаларды жаттап өскен, ауыл арасының дау-дамайын шешіп беріп бала би атанған би екен. Тапқырлығы, алғырлығы, әділдігі мен ел құрметіне бөленген Мәтжанды ел 20 жасында болыс етіп сайлайды. 10 шақты жылдан кейін өткен қайта сайлау кезінде бұл мансаптан Мәтжан би өзі бас тартады. Уез бастығына мені сайламаңдар деп арыз береді. Мұны естіген ағайындас байлар басыңа қонған бақытты тепкенің қалай деп ренжиді. Сонда Мәтжан би тұрып: мен болыс болсам халқыма пайдам тиеме деуші едім, оның бекер екен. Анау патшаның шек-шекпенді жандаралдарының көңілін табуым керек. Өтсем мен халықты қанап тонауым керек. Олай етіп болыс болғанша болмағанның өзі артық емес пе депті. Аққуменен істес болсаң көңілің пәк болады, қаршығамен істес болсаң тамағың тоқ болады, қарғамен істес болсаң шоқығаның боқ болады. Осыған көзім жетті деген екен. Қазіргі кездегі мынау парламент сайлауына, науқанға лайықты тақырып ау деп өзім іштей ойладым. Осыған ұқсас тағы бір тақырып ұсынғым келіп отыр сіздерге. Бұрында Байсерке деген кісі болған екен. Байсеркенің айтқаны дейді. Ертеректе кіші жүзде Ғали деген болыс болыпты. Сол Ғали бірде жетегінде екі өркеші баладай ақ атаны бар, жол жүріп келе жатып, жол жөнекей құдасының үйіне қонаға ат басын тірейді. Құдасы қой сойып, думан құрып, ауыл азаматтарын жинайды. Осы ауылда Байсерке деген би бар екен, ол да келеді. Дәрежесі асып, көңілі тасып келе жатқан Ғалиға құдасының сый-құрметі де лайық болғанға ұқсайды. Әрлі-берлі шалқып, асып-тасып сөйлеп отырған ол іргені көтеріп жіберіп: Байсерке-ау, сен осы мал танисың ба депті. Көрсем таныр едім. Екі өркеші баладай мынау ағатанды 30 түйеден таңдап алып келемін, қараш дейді Ғали. Атанды көргеннен кейін Байсерке отырып былай депті: пай, шіркін-ай, түйең тұяқ екен. Танып-ақ алған екенсің Ғалижан. Тек қазақта мынандай бір сөз бар: аты шықпаған таудан аты әйгілі төбе артық, бәйге алмаған тұлпардан белді бесті артық. Байламы жоқ шешеннен сөз тыңдаған есті артық. Мұнарланған күндізден жарығы бар кеш артық. Парақ алған түйеден еңбекпен жиған ешкі артық деген екен. Сол кезде жаңағы асып-тасып отырған Ғали бай жер шұқып отырып қалған екен деседі. Міне, өзіме ұнаған тақырыптарды алғаш сіздерге ұсынған едім. Соның жалғасы іспетті сіздерге ұсынып отырмын. Ойланатындай сөздер өте көп, байқаған шығарсыздар. Осы ойды қорытып, ары қарай аман сау жүре беріңіздер. Сау саламатта болыңыздар.